азыркы дамыган Казакты көрдүм. Қазақстан тәуелсіздігін көрдім. Қазақ халқының қалыптасуын көрдім. Атақты күйші Дина Нұрпейісованы көрдім. Қазақтың қалыптасуы сабағымыздың тақырыбы не туралы болуы мүмкін? Қазақтың ері туралы. Қазақ батырлары туралы болуы мүмкін. Қазақтар туралы. Иә, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының қалыптасу үрдісінің аяқталуы. Бүгін осы тақырып бойынша не білуіміз мүмкін? Қазақстанның территориясын білуіміз мүмкін. Мәдениет туралы білуіміз мүмкін. Қазақтың ері туралы білуіміз мүмкін. Біз жұмыс жасау барысында осы мақсатқа жеткенімізді қарап отырамыз осында. Ендеше балалар, онда топқа бөлініп жіберейік. Қазақ жүздерін білесіздер ме? Улуу жүз, кіші жүз, орта жүз. Олай болса балалар, осы үштің таңбаларын білесіздер ме? Жоқ. Олай болса, келе қойыңдар, мында қазақ жүздерінің таңбаларын білесіздер. Сол бойынша топқа бөлінеміз. Ұлы жүздер. Мұнда отырамыз ұлы жүздің таңбалары. Бірінші топқа. Орта жүздер. Мұнда отырамыз. Кіші жүздер. Үшінші топқа отырамыз. Ал балалар, жаңа сабағымызды меңгеру үшін алдарыңызда мәтін жатыр. Сол мәтінді 3 минут уақыт беріледі. Жақсылап оқып меңгеріп аламыз. Ал енді балалар, жаңадан топтасып жібереміз. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. 1 деген балалар бірінші топқа барып отырамыз, 2 деген балалар екінші топқа, 3 деген балалар үшінші топқа келіп отыра қаламыз. Ал енді балалар 2 минут уақыт беріледі, алдарындағы ақпаратпен алмасамыз. Уақыт толды, дайынбыз ба? Олай болса балалар бірінші топ сіздерге сөз беріледі, екінші топ сіздер. Бірінші топты мұқият тыңдап отырып, кері байланыс береміз. Бірінші топқа берілген тапсырма бойынша мәтінді мұқият оқып, өз пікірлерімізді білдіреміз. Этнос-этногенез дегеніміз, этнос дегеніміз грек тілінен шыққан халық дегенді білдіреді, этногенез дегеніміз халықтың құрылу үрдісін білдіреді. Және де қазақ халқының шығу тарихы өте күрделі. Кез келген этностың қалыптасуына қоныстанған аумақтың тұтастығы маңызды рөл атқарады. Қазақстан аумағында ғасырлар бойы көптеген тайпалар мен халықтар тағдыры тоғысты. 15-16 ғасырда қазақ және оның этникалық аумағы үрдісі негізінен толықтай аяқталды. Бірінші топ жақсы жауап берді. Әсіресе олар этно мен этногенезді толық айтты. Бірақ олар адамға ортақ белгілерді және мәдениеттен айтқанда одан да жақсы болар еді. Үшінші топ сіздерге сөз кезегі беріледі. Бірінші топ сендер мұқият тыңдап, үшінші топқа кері байланыс бересіздер. Үшінші топқа берілген тапсырма Қазақстан аумағындағы этникалық үдеріске сипаттама беру. Қазақстан аумағындағы халықтың құрылу үрдісі үнді-еуропалық және түркілер болып бөлінді. Бірінші кезең ол қола және ерте дәуірін қамтиды. Ал екінші кезең ол түріктерді қамтиды. 6-7 ғасырлар аралығын қамтиды. Этностық қалыптасу үрдісі моңғол шапқыншылығына байланысты тежелді. Қазақстан аумағындағы ерте темір дәуірі зерттеу болғандығын көрсетті. 15 ғасырдың ортасында 1459-1460 жылдары Жәнібек пен Керей сұлтандар бастаған Өзбек ұлысынан Жетісуға көшті. Бұл оқиға қазақ халқының даму үдерісіне ерекше рөл атқарды. Жұптасамыз. Екеуі жұптасın.
екеуің көш. Үшінші сендер кіші жүздің жер аумағын көрсетеміз және соған кіретін оларды атаймыз. Орта жүздің. Ал бірінші жүк ол тақтаға шығып, өз жұмыстарын отырғалы Жұмыстың тапсырмасы ол ұлы жүз кескін картада ұлы жүз аймағын көрсету және руларды атап беру. Ол оңтүстік Қазақстанда және Жетісу аймағын алып жатыр. Яғни ұлы жүзге жататын рулар, олар Қаңлы, Үйсін, Қатаған, Ошақты, Суан, Албан, Сіргелі. Біздің жұптың тапсырмасы кескін картада орта жүз орналасқан жерін көрсету. Орта жүз Қазақстанның орталығында орналасқан. Орта жүздің рулары олар Арғын, Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Керей, олар орта жүзге жататын рулар. Бізге берген жұптық жұмыстың тапсырмасы кескін картадағы кіші жүздің жерін көрсету. Кіші жүз қазіргі Қазақстан облысындағы Батыс Қазақстан облысында мекендейді. Кіші жүздің руларына Әлімұлы, Байұлы және Жеті ару жатады. Екінші жұп, үшінші жұп, төртінші жұп, бірінші жұпты баға сезетеміз. Екінші жұпқа төрт деген баға қоямын. Себебі олар бір жердің Бұлай белгіледі да, мына жерін қалдыра сал. Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстан жерін толықтырма. Біз 300 болып бөлініп жұмыс жасадық. Енді біз ұлы дала мұрагері қазақ шаңырағын құрып алайық. Біз ол үшін қазақ халқының қалыптасуына қандай құндылықтар қажет екенін қағазға жазып, 1 минут уақыт беріледі. Осында келіп білесіздер. Өз ойларыңды жеткізесіңдер. Дала мұрагерінің құндылықтарының бірі салт дәстүр. Себебі қазақ халқы салт дәстүрге өте бай. Яғни оның басқа ұлттардан ерекше салт дәстүрлері бар. Мысалы, шілдехана, сырға салу, тұсаукесер тағы да басқа. Мен өз салт дәстүрін мақтаныстан. Қазақ халқының салт дәстүрін. Жарайсың, отырамын. Ол дала мұрагері ол білім адамзаттың мәдениеттің ең ауқымды ұғымдарын бірі болып табылады. Герой көшбасшы ол елді басқарушы. Ұлы дала мұрагерлері әдет ғұрып. Көптеген ғасырлардың басында қазақтардың өзіндік әдет ғұрыптары мен салт дәстүрлері қалыптасты. Мен қазақ халқының қалыптасуын білдім. Мен қазақтың қалай қалыптасқанын білдім. 300-ді білдім, этносты білдім, этногенезді білдім. Мен бүгін этнос мен этногенез туралы 3 орта жүздердің руларын білдім. Балалар, біз бүгін қазақ халқының қалыптасу үрдісі тақырыбында сабағымызды өттік. Біз сол сабағымыздың мақсаты қазақ халқының қалыптасу алғы шарттары мен қазақ этнонимінің мағынасын түсіну болатын. Біз сол сабағымыздың мақсатына жеттік пе, балалар? Жеттік. Керемет, балалар. Олай болса, бүгін сабағымыздың үйге тапсырма өз отбасының шежіре ағашын жасап келу. Рахмет, балалар, сіздерге.